Жаңаөзен қалалық мансап орталығында 1711 адам жұмыссыздық есебінде тұр. 2023 жылы халықты жұмыспен қамтудың белсенді шаралары арқылы 5836 адам қызметке қабылданған. Соның ішінде 2305 тұрғын тұрақты жұмыс тапқан, ал 2002 азамат қоғамдық жұмысқа жіберілген. Сонымен қатар қысқа мерзімді кәсіпті оқыту бағдарламасы аясында 37 адам аспаз мамандығы бойынша білім алып, оның 25-і нәпақасын тауып отыр. Қаламызда жұмыссыздық деңгейін төмендету, жұмыссыз азаматтар жұмыспен қамту мақсатында 2021 жылдан бастап өңірлік жұмыс жасаймын жобасы іске қосылған болатын. Сол бойынша да біз, яғни ол 3 жылға мекеменің және 2 МЗП дейді, 2 минимальный заработная плата, 2 айлық төменгі айлық көрсеткіш бойынша және 4 айлық көрсеткіш бойынша арасында болады. Ол бойынша біз мысалы қаламызда 48 мекемемен келісімшартқа отырып, 851 адамды сол жұмыс жасаймын жобасы бойынша жұмысқа жолдандық. Және бізде арнайы жұмыс орындары дейтін бар, яғни мүмкіндігі шектеулі жандарға, яғни көз жанарынан немесе есту қабілетінен айырылған азаматтарды сол мекемеге қажетті өзіне сол мүгедек жанға қажетті құрал-саймандар болады. Адамды шақыратын кнопкасы, жүретін жолағы деген сияқты, компьютер ыңғайлы болу үшін сол сияқты арнайы жұмыс орны бойынша бірінші мүгедектіктен біз 3 адамды жұмысқа орналастырдық. Атап айтсақ, орталықта жұмыссыздар жастар практикасы, алғашқы жұмыс орны, ұрпақтар келісім шарты, арнайы әлеуметтік қоғамдық жұмыс орындары және күміс шаш жобасы арқылы жұмысқа қабылданады. Қазіргі таңда бағдарлама бойынша жас кадрларды уақытша болса да жұмыспен қамту арқылы олардың тәжірибе жинақтауына мүмкіндік берілуде. Солардың бірі Альбина Жауынбаева. Жас маман мансап орталығына жұмыссыз ретінде тіркеліп, жастар практикасы бағдарламасы арқылы жұмысқа орналасқан. 6 ай көлемінде жұмыс жасадым. Осы өзімнің алып жатқан жұмысым өзіме қатты ұнайды, жалақысы да қанағаттандырарлықтай. Сондай-ақ 2023 жылы кәсіпкерлерді қолдау мақсатында 60 азамат 400 айлық есептік көрсеткіш көлеміндегі қайтарымсыз грантты жеңіп алды. Мамандардың сөзінше, биыл барлығы 6000 адамды жұмыспен қамту жоспарланып отыр дейді. Меруерт Мұхитқызы, Баққали Зияддинов, жаңалықтар. Жаңаөзенде алғаш рет жас құтқарушылар сыныбы ашылды. Игі бастама төтенше жағдайлар бөлімі мен қалалық білім бөлімінің ұйымдастыруымен жүзеге асып отыр. Қашаған Күржіманұлы атындағы 8-ші мектеп оқушылары ант беріп, жас құтқарушылар қатарына алынды. Оларға арнайы куәліктер табыс етілді. Шараға жергілікті әкімдік өкілдері, облыстық және қалалық төтенше жағдайлар бөлімінің қызметкерлері мен ардагерлері атсалысты. Жасөспірімдерге құтқарушы қызметінің жауапты жұмыс екенін айтып, талаптарына сәттілік тіледі. Президенттің және төтенше жағдай министрінің тапсырмасы бойынша қазір Қазақстанда осындай жас құтқарушылардың топтары, жас құтқарушылардың командалары ашылып жатыр. Енді Маңғыстау облысында Ақтаудан кейін Жаңаөзен қаласында 2-ші құтқарушы сыныбы. Сіздерге бәріңізге сәттілік тілеймін. Оқуларыңызды тек қана еске оқып, үлкен дәрежеде жете беріңіздер. Маңғыстаудың абыройын жерге тастамаңдар. Жас құтқарушылар кабинеті заманауи құралдармен жабдықталған. Мұнда қойылған ақпараттық тақталарда апаттық жағдайлардағы іс-әрекет ережелері мен төтеншеліктердің атқарған жұмыстары жазылған. Өрт сөндіруші мен құтқарушының киім үлгілері қойылған. Сонымен қатар жас құтқарушылардың әнұраны ілінген. Оқушылар қонақтарға кабинетті таныстырып, мәліметтермен бөлісті. Біріншіден жабдықталуы, заманауи, әсемдігі балдарға уже көзқарастарын өзгертіп жатыр. Сабаққа деген, жиһаздарға деген, мүлікке деген талпыныс бар. Тәртіп жағына да бүгін енді арнайы киімдерін киді. Дәл қазір енді үлкен басшылардың қолынан, қала басшыларының қолынан әр оқушы өзінің жас құтқарушы деген куәліктерін алады. Бұл да мақтаныш, мәртебе деп ойлаймын оларға. Әрі қарай төтенше жағдайлар басқармасымен біріккен іс-шаралар, көптеген іс-шараларды өткізуге ниеттіміз. Елімізде құтқарушылар сыныбы бұған дейін Алматы, Шымкент қалаларында ашылған. Ал Жаңаөзенде білім инновация лицейі тәжірибесіне енген алдыңғы қатарлы 8-ші мектепте пайдалануға беріліп отыр. Мұнда төтеншеліктермен бірлікте жұмыс жасалып, көптеген іс-шаралар өткізілетін болады. Айжанат Қазиева, Бақытжан Ахметұлы, жаңалықтар.
Қара алтын өндірісі экономика өзегі. Елдің дамуына сүбелі үлес қосып отырған іргелі кәсіпорынның бірі Өземұнайгаз акционерлік қоғамы. Оған қарасты 16 басқарма бар. Соның бірі 2004 жылы ашылған нөмірі 3 мұнайгаз өндіру басқармасы. Басқарманың құрылғаны биыл 20 жыл. Аталған ұжым мерейтойға орай салтанатты шара ұйымдастырды. Басқосуда Өземұнайгаз акционерлік қоғамы бас директорының орынбасары нөмірі 3 мұнайгаз өндіру басқармасының компания өндірісіне қосар үлесі айрықша екенін атап өтті. Үштің жұмыс үлесі өте мол. Мекемеміз осы күнге дейін 410 миллион мың тонна өндірілген. Соның ішінде 30% үлесі жалпақтымен егер айтатын болсақ, үштің үлесі деп айтуға болады. Нөмірі 3 мұнайгаз өндіру басқармасы 600 ұңғыма, 600 адаммен жұмыс бастаса, бүгінде бұл көрсеткіш 2 есеге артты. Басқарма жылдық жоспар бойынша биыл 1.386.000 тонна мұнай өндіріп, межелі жоспарды артығымен орындады. Бұл көрсеткіш жұмысшылардың қажырлы еңбегінің нәтижесі деуге болады, дейді мекеме басшысы. 20 жылдың ішінде мекеме жетістіктерге жетті деп нық және де ауыз толтырып айтуға болады. Оның ішінде біраз адамымыз жұмысқа кірді, осы жақын арада. Қаншама адамымыз зейнетке шықты. Өндірістік жоспар пландарымызды орындап тұрып, қазір әлеуметтік жағдайымыз барлығы жақсы. Болады енді әртүрлі жетіспеушіліктер, бірақ осы қиын қыстауына қарамай, салқын суыққа біздің жігіттеріміз, қыздарымыз жақсы жағдайда жұмыстар жүріп жатыр. Қара алтын өндіруде еселі еңбек етіп, ел дамуына үлес қосып жүрген мұнайшылардың еңбегі ерен. Олардың бірқатары бүгін құрметке бөленді. Салтанатты шара барысында саналы ғұмырын осы салаға арнаған мұнайшыларға қала әкімінің міндетін атқарушы Жансейіт Қайнарбаев пен Өземұнайгаз акционерлік қоғамы бас директорының атынан марапат табысталды. Біздің еңбегіміз мына жер астынан шыққан мұнайды далаға шашпай төкпей дегенде тиісті орнына жөнелту ғой біздің талабымыз азаннан кешке дейін. Енді мына скважин болғасын оның тоқтап қалатыны болады, ол тоқтайды, бұзылып қалатын нелер болады. Солар ремонт жасап өзіміз қолымыздан келгенше соны тоқтатпаудың амалы. Суткада беретін мұнайымызды азайтпай, орнына көбейтудің талабымен жүрдік. Жұмысшылардың әлеуметтік жағдайы да баса назарда, дейді жауапты бөлім басшысы. Жылына 300-дей мұнайшыға емдеу сауықтыру орындарына жолдама берілсе, 500-дей бала жазғы лагермен қамтылады екен. Барлық жұмысшылардың әлеуметтік жағдайы жасалған, тұрмыстық жағдайларына байланысты мәдени үйшіктер жаңартылып отыр, жазғы демалыстарын ұйымдастырып отырмыз, денсаулықтарына байланысты балалардың барлық лагеріне жолдамалар беріп, және де мұнайшыларымыздың денсаулығына байланысты да біз өздерін және жанұясын бәрін қамтамасыз етіп отырған жайымыз бар. Осы мұнайшылардың әлеуметтік жағдайын жақсартуға, мәдени іс-шараларды өткізуге атсалысамыз. Салтанатты шарада мекеменің 20 жыл ішінде жеткен жетістігі жайында арнайы дайындалған деректі фильм көрсетілді. Сондай-ақ өнерпаздар әсем ән жырын арнап билерін ұсынды. Ал кеш соңында аталған ұжым мұқтаж отбасыға 3 бөлмелі үйдің кілтін табыстап, игі іс жасады. Әсел Алдашева, Батырақ Молдаев, жаңалықтар.